Көп мүшелерді көбейткіштерге жіктеу. Мынандай бірнеше мысалдарды қарастырайық. 2x плюс 3xy бұл жерден ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару керек. Мына қызылмен әдейілеп жазып қойдық. x, яғни ортақ көбейткіш x, біз x-ті жақшаның сыртына шығара аламыз. Сонда x көбейту жақша ішінде x шығып кетті, оның орнында 2 қалады. Қосу, мына жерден x-ті алып тастаймыз, 3y. Міне осылай көбейткіштерге жіктейді екенбіз. Келесі 3a квадрат минус a. Екі бір мүшеде ортақ, бұл a деген әріп. Сондықтан a-ны жақшаның сыртына шығарамыз. a квадратты емес, өйткені мына жерде жалғыз a-ның өзі ғана тұр, квадрат жоқ. Сондықтан a-ны жақшаның сыртына шығарамыз. Жақша ішінде 3, мына a квадраттың біреуі жақшаның сыртына шығып кетті. Сондықтан біреуі қалады. Яғни 3a минус, егер a-ның алдында ешқандай коэффициент болмаса, және мына a-ның біз жақшаның сыртына шығарып жібердік қой, демек орнында 1 қалады. Үшінші мысалды топтастырып аламыз. Яғни алғашқы екеуіні бір топ, соңғы екеуін бір топ. Алғашқыдан a-ны жақшаның сыртына шығаруға болады. a жақша ішінде x азайту y. Плюс келесі жақшадан біз b-ны шығарып жіберсек болады. b жақша ішінде x минус y. Бұл соңы емес. Бұны тағы да көбейткіштерге жіктеуге болады. Екі жерде де мына x минус y, x минус y. Оны енді жақшаның сыртына шығарсақ болады. Яғни толық сол өрнекті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда жақшаның ішінде x минус y шығып кетті, a қалады. Қосу, мына жерде b. Мына берілген көп мүшені осылай көбейткіштерге жіктейміз. Келесі мысал, x квадрат минус 6x плюс 5 квадрат 3 мүше. X квадрат, мына минус 6x-ті минус x минус 5x деп 2-ке ажыратып жазып алайық. Плюс соңында 5 бар. Сонда мына алғашқыдан x-ті, мына соңғы екі өрнектен минус 5-ті жақшаның сыртына шығаруға болады. Алғашқыдан x-ті жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде x азайту 1 қалады. Ал мына жерден біз минус 5-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Минус 5-ті. Сол кезде мына жерде x, мына плюс 5-тен оның орнында минус 1 қалады. Не үшін минус 1? Өйткені біз минус 5-ті жақшаның сыртына шығарып жібердік қой. Сондықтан мына жерде минус 1 болады. Немесе мына минус 5-ті жақшаны ашып шықсаңыздар, мына минус 5-ті минус 1-ге көбейтсек, плюс 5 болады. Тең, ары қарай x минус 1, x минус 1. Бірдей өрнек көріп тұрмын, соны жақшаның сыртына шығаруға болады. Жақша ішінде x азайту 5. Так, көбейткіштерге жіктедік. Келесінде де сол топтастыру әдісі. Алғашқы екеуден a жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде a қосу b. Ары қарай азайтамыз. Соңғы екеуден минус 5-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Минус 5-ті жақшаның сыртына шығарсақ, a қосу b қалады. Жақшаны ашып тексерсеңіздер, қайттан осы өрнек келіп шығады. Ары қарай, a плюс b, a плюс b. Бірдей өрнекті жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Жақша ішінде a азайту 5. Келесінде құрметті оқушылар 3 топқа ажыратып алайық. Алғашқы екеу, келесі екеу және соңғы екеу. Алғашқы екеуден a-ны жақшаның сыртына шығарсақ, ab плюс 1. Плюс келесінен b-ны жақшаның сыртына шығарсақ, ab плюс 1.
Так, плюс соңғысынан 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде АБ плюс 1. Барлық жерде АБ плюс 1, АБ плюс 1, АБ плюс 1 деген өрнекті көріп тұрмын. Соны біз жалпы жақшаның сыртына шығарып көбейткіштерге жіктеп қойық. Сонда бірінші өрнектен А қалады, плюс екінші өрнектен Б қалады, плюс соңғы өрнектен 2 қалады. Міне осылай көбейткіштерге жіктейміз. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сау саламат болыңыз.